Бай адамдар шынымен де, Роберт, мұны қарапайым адамдарға айтпа, деп сұрайды ма? Иә, білетініңді барлық адамға айта берме, олар кедей болып қала берсін дейді. Мен сіздерге жалақы төлеген кезде, сіздердің ойлау қабілетіңіз қарапайым жұмысшының ойлау қабілетінің деңгейінен аспайды. Ақша көрген кезде адамның ойлау қабілеті сөніп қалады. Бұл тозақ. Кәсіпкерлер тегін жұмыс жасайды. Сіз жетістікке жетуді ойласаңыз, соған қалай да жетудің амалын іздейсіз. Мектеп бағдарламасы сізді жұмысшы, дәрігер, юрист немесе мұғалім ретінде тәрбиелейді. Бірақ мектеп сіздерге қалай ақша табуды және оны дұрыс жұмсауды үйретпейді. Кедей адамдар арамызда әр кезде болады. Себебі кедейлік адамдардың түйсігінен басталады. Кедейлік олардың сөйлеген сөздерінде, ал адамның сөйлеген сөздері оның өміріне айналады. Адам, мен бұл нәрсеге лайықты емеспін, мен бұл нәрсені істей алмаймын деген сәттен-ақ барлығына нүкте қояды. Менің кедей әкем маған айтатын, сенің ойыңша мен ақшаны ауадан аламын ба? Мен бұл нәрсені алып бере алмаймын дейтін. Ал менің бай әкем былай айтатын еді. Міне, осындай ойлау қабілеті болғандықтан ол кедей. Кедей адамдардың қайталай беретіні, мен лайықты емеспін, мен оны істей алмаймын, оған тіптен уақытында жоқ, бірақ ішкі жан дүниеңнен қашып құтыла алмайсың. Бұл қайталанбас шеңбер. Әрине, ең оңайы мен істей алмаймын, мен шаршадым, мен спортзалға бара алмаймын, бірақ бара алсаң да сен бара алмаймын деп өз-өзіңді алдайсың, себебі жалқау адамсың. Сіздің бай әкеңіз мен бұл нәрсені ала алмаймын дегеннің орнына не деп айтатын? Сол нәрсеге қол жеткізу үшін не істеуім керек? Сұрақтар адамның ойлау қабілетін оятады, ал жауаптар керісінше бәсеңдетеді. Сондықтан сіз мен бұл нәрсені ала алмаймын деген кезде ойлау қабілеті өшеді, себебі сіз қалай ойласаңыз сол болады. Дәл осы уақытта үйлерінде отырған ақшадан қысылып жүрген, ақшаны ойлап жүрген, не болмаса көп ақша тауып жүрсе де өзіне көңілі толмай жүрген адамдар бар. Бұл адамдарды осылай өсірген. Қоршаған адамның бәрі саған бай болу бұйырмаған, байлық зұлымдық деп ойлайды, кедейлік жұғады, отбасыңда осылай үйретеді. Осылайша ел қатарлы деген ұғым пайда болған. Сіздер ойлау қабілетіңізді өзгертпесеңіз, сізге қанша ақша болса да көмектеспейді. Солай емес пе? Мысалға, көп ақша табатын адамдарды алсақ, сол бұрынғыдай мәселелермен бастары қатып жүреді. Себебі олардың ойлау қабілеті кедей адамның ойлау қабілетімен бірдей. Егер де сен кедей адам сияқты ойласаң, сен әрқашан кедей боласың. Ақша деген қолдың кірі. Мысалға, кәсіпқой спортшыларды алатын болсақ, олар миллиондаған ақша табады, бірақ олардың 65%-ы 5 жылдан соң кедей болып қалады. Себебі олар кедей отбасынан шыққан. Өкінішке орай, Липтон мырза айтқандай, кедейлік тұқым қуалайды, мұны тоқтатпаса өте қауіпті. Егер де сіз табысқа жетуді үйренгіңіз келмесе, мен сізге көмек бере алмаймын. Менің де өмірім бал болған жоқ. Мен бірнеше рет бар ақшамнан айырылғанмын. Мені талай адам алдап кетті, бірақ соған қарамастан бәрі жақсы. Мен артқа қарамаймын. Менің ойлау қабілетім бұдан жоғары. Қателесуге қорқатын адам ешқашан дамымайды. Олардың өмірге көзқарасы дұрыс емес. Көзқарастың жақсы және жаман түрі болады. Бұл дұрыс немесе дұрыс емес шешім қабылдаумен тең. Бұл жеңістер мен жеңілістер, ал барлық адам тек дұрыс шешім қабылдаса екен дейді. Олар қателескісі келмейді, оларға ертеңіне деген 100%-ық сенімділік керек. Кедей адамның кедей болып қалуының басты себебі жеңілістің дәмін татпаған. Олар қателеспей өмір сүреді, себебі ештеңе жасамаған адам ешқашан қателеспейді. Адам қателеспеуге тырысады, себебі мектеп кезінен солай үйреткен. Біздің білім беру бағдарламамыз кері әсерін тигізеді. Қарапайым жастардың ойы, мен озат оқушымын, мен үшін бұл оңай нәрсе, бірақ ол ересек өмірге өткенде бірден шалынып құлайды, және бұл өмір әділетсіз деп ой ауысады. Шын мәнінде ол бұл өмірге дайын болмаған, оны ешкім дайындамаған. Кейбір адамдар маған ақша маңызды емес деп ойлайды, бірақ саған ақша маңызды болмаса, сен де ақшаға маңызды емессің. Адамдар, ой мен бай болмаймын деп айтатын болса, айтқанындай болады. Және де көп кедейлердің айтатыны, барлық байлар ашкөз, ақшадан өлген дегеннің барлығы өздері ешқашан біреуге бір тиын да бермейді.
Бай болу үшін пайдалы нәрсе ойлап жасау, адамдармен бөлісу қажет. Мен неліктен баймын? Себебі мен пайдалы заттарды жасап шығарғанмын. Адамдарды үй-жаймен қамтамасыз еткенмін. Жұмыс орындар жасадым. Ал ашкөз адам еш нәрсе жасап шығармайды, еш нәрсемен бөліспейді. Қиялдаңдар. Эйнштейн айтып кеткен: қиял білімнен мықты, білімде шектеулер бар, ал қиял шексіз. Бірақ қиялды білім іске асырады. Көп адамға жетіспейтіні ол қаражат білімділігі, пайда мен шығындарды есептеу, кредит, инвестициялау, ақша жинау мәселесінде білім жетіспейді. Бұл қарапайым заттарды әр адам білуі қажет, бірақ бұны бізге мектепте үйретпейді. Мектеп мұғалімдердің көбісі профессионал емес. Олар өмірде өздері қолданбайтын білімді балаға үйретеді. Мен мұндай мұғалімдерді өтірік мұғалім деп білемін. Өтірік мұғалім ол тек осы жұмысқа мұқтаж болып жүрген адам. Ол сізді қалаған нәрсеңізге тіптен қалай аяқ киім тазалауды да үйрете алады. Тек көбірек ақша төлесе болғаны. Ол сізге не үйретіп жүргенін өзі де білмейді. Аса маңызды берер кеңесім, бұл өтірік мұғалімнің орнына шынайы білім беретін мұғалімді табу қажет. Шынайы білім беретін мұғалім үйрететін білімді күнделікті өмірде қолданады. Біздің мұғалімдер мектептің жүйесіне қарама-қайшы шыққысы келмейді және сол жүйені сақтап қалу үшін барлығын жасайды. Маған ақшаңды кедейлерге таратып бермейсің бе деген адамдарға айтарым, мен оларға ақша таратып берсем, олар кедей болып қала береді. Иә, дәл солай. Адамға қайта-қайта балық бере бергенше, оған балық аулауды үйреткен дұрыс. Біз өз әдеттеріміздің тұтқыннан босатылмағанымызша біз өзгермейміз. Мектеп мұндай сабақ бізге бермейді. Керісінше, осыған қарама-қарсы заттарға үйретеді. Менің жастарға айтарым, өзіңнің сүйікті ісіңді тап та өз өмірінің қожайыны бол. Менің ең маңызды ісім ол қаржылық сауаттылыққа үйрету, содан соң жылжымайтын мүлік алып сату. Мен өмірімнің қожайынымын. Көп адамдар өмірінің басты кейіпкері болудың орнына өз өмірін көрермен ретінде өткізеді. Бай болу үшін монополияны шын өмірде ойнау керек. Тек компьютерлік ойындарда ғана емес, шын өмірде мықты болыңдар. Роберт. Қазір сізде бұрынғы 20 жасар Робертке қоңырау шалудың мүмкіндігі болған кезде сіз қандай кеңес берер едіңіз? Мен бір ғана нәрсе айтар едім. Осы бетіңнен тайма, не болса да өміріңді бағала. Менің істеген істерімнің көбісі дұрыс бола берген жоқ. Жылына $120,000 жалақысы бар жұмысымнан шығып, айына $200 жалақы алып, Вьетнамға кетіп, өліп қала жаздаймын деп кім ойлаған? Адамның көбісі өз қалағанымен емес, әке-шешесінің, болмаса достарының айтқанымен, жұрттың айтқанымен жүреді. Олар қателесіп, күлкіге қалудан қатты қорқады, бірақ қателеспеген адам жетістікке жетпейді. Мысалға, Томас Эдисон мыңдаған рет қателеспегенше жарық лампасын ойлап таппайтын еді. Бірақ бізді мектеп кезінен қателіктерің үшін ұрысатын, сол үшін адам қате жіберіп қоюға қорқады. Егер де сіз миллионер болғыңыз келсе, соның айтқан ақылын тыңдаңыз. Қай жерде, қай отбасында тусаң да жетістікке жету өз қолыңда. Сенің жетістікке жетуің өзіңнің қаншалықты қалайтыныңа байланысты. Және де үлкен жетістік бұл үлкен тәжірибенің арқасы, ал үлкен тәжірибе бұл мыңдаған қателіктер. Осындай аудармалар көп болсын десең, лайк басуды ұмытпа. Және де соңына дейін көргеніңе мыңда бір алғыс.